Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді пицца жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Оның құрамына кіретін бізде 1 кг ұн, 180 грамм су, 160 грамм сүт, 50 грамм май, 60 грамм қант, 3 ас қасық қаймақ, 5 грамм дрожж, дәміне қарай тұз. Сүтіміз бен суымызды алып сотейникке жылытып аламыз. Жылыған сүтіміздің үстінен қантымызды, тұзымызды, 5 грамм дрожжымызды алып араластырамыз. Араласқан смесіміздің үстінен қаймағымызды саламыз. Қаймағымыздың үстінен майымызды құямыз. Араластырып, 1 келе ұнымызды 2-ке немесе 3-ке салып араластырып, қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырымызды жылы жерге орап қоямыз. Ашығаннан кейін 2-3 қайтара басамыз қамырымызды. Дайын болған қамырымызды 3-ке бөліп аламыз. 300 граммнан немесе 290 граммнан осылай бөліп аласыздар. Ішіне қажетті заттарды тураймыз. Колбаса немесе сосиска қоссаңыздар да болады. Өз қалауларыңызбен. Мен имер деген сырды қолданамын. Қымбат емес, өте арзан. Осылай етіп турап аласыздар. Дайын болған протеин үстіне қамырымызды салып, кетчупымызды жағып, сосискамызды салып, қызып тұрған пешімізге 180 градусқа 5-10 минутқа пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын.